Бәріне сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз Django'да медиа файлдармен жұмыс жасаймыз. Яғни мына көріп отырған Jaguar'дың суретін өзіміздің профилімізге қоятын боламыз. Ол үшін Django'ның документациясына өтейік. Міне біздерге media root және media URL деген екі айнымалыны settings-тің ішіне қосу керек. Ендеше біз проектімізді ашамыз. Суреттер, settings деген бөлімге өтеміз. Және осы жерге жаңа екі айнымалыны қосатын боламыз. Ендеше media root айнымалысын енгізейік. Media root тем болады. Бұл дегеніміз документацияға сүйенсек, біздің медиа файлдарымыз сақталатын орын мына жерде сіздің толық жолы көрініп тұру керек деген. Яғни біз pvd десек, қай каталогта орналасқанын көреміз. Яғни users, ACK, projects және суреттер деген папканың ішінде менің проектім орналасқан. Сол папканың ішінде /media деп ашатын болсақ, осы медиа файлымыз тұратын папканы осылай көрсетеміз. Бірақ бұл менің локальды компьютерімде ғана жасайды, себебі мына жолда менің проектім жатыр, ал сіздерде басқаша болуы мүмкін. Сол себепті мысалы мына проектті басқа бір адам ашып жұмыс жасағысы келсе, онда яғни ол өзінікін өзгертіп отыру керек болады. Яғни бұл бізде хардкод деп аталады. Осындай хардкод болмау үшін біздер мына жердегі бастапқы проект жатырған директорияны мына OS деген модуль арқылы ала аламыз. Так, мынаны өшіріп тастаймын. OS pass join және base media дейміз. Бұл жерде base дегеніміз осы біздің проектіміз қай жерде тұр, сол жолды көрсетіп береді. Оны дәлелдеу үшін былай жасайық қазір. Printке base дейміз. Және media root дейміз. Printті сақтаймыз және мына жерде серверімізді қосайық. Міне көріп отырғандарыңыздай base бізде мына суреттерді көрсетіп тұр. Media root суреттерге media дегенді қосып тұр. Яғни біз OS арқылы жалғап жатырмыз, ал base-дерді біздер мына pass деген класс арқылы алады екенбіз. Қысқаша осылай біз бұны автоматизацияладық. Яғни бұл енді сіздерде қоссаңыздар да, сіздерде де жасап тұратын болады. Енді екінші айнымалы бізге керек, ол media URL. Оны жай media деп қойсаңыздар болады. Бұл яғни сіздің серверіңізден кейін, хостыңыздан кейін, мысалы, қай жол арқылы осы медиа файлдарды көрсетіледі, соны көрсететін болады. Бұл яғни слэшпен басталып, слэшпен бітуі керек. Яғни біз бұл айнымалыларды енгізіп, медиа файлдарының бірінші баптауын жасадық. Енді екіншісі URLs деген жерге барамыз. Осы жерде енді статика, яғни медиа URL-ді пайдаланып, документтерімізді шығаруымыз керек URL арқылы. Сол үшін былай жасаймыз. Алдымен Django'дан static деген модульді импорт жасайық. Ол үшін былай from Django conf URLs static. Сосын осының ішінде import static дейміз. Неке бізде мынандай функция бар ішінде, және оның қалай пайдаланылуы туралы жазылып тұр. Так, енді осыны алып қоя салсақ болады бұлай. URLs-қа өтеміз. URL patterns плюс тем болады static media URL. Және екіншісі ол document root, media root'ты береміз.
Мына жерде settings-ты енді импорт жасау керекпіз дейді. From Django conf import settings. Не осылай болады. Импорттарымызды алфавитті түрде сұрыптасақ болады. Міне URL pattern, static, media URL және media root-та алып тұр. Бұл негізі баптау дебаг режимінде ғана болуы керек. Себебі біз дебаг режимін мысалы тест үшін локалды бағдарламалауда пайдаланамыз. Ал егер сіздерде production болса, оны nginx арқылы шығару керек болады, мына медиа файлдарды. Сол үшін біз мына жерге дебаг деп қоямыз. Келесі екінші кезеңді бітіргесін енді біздерге осы аватарымызды өзгертетін жаңа API жасау керек болады. Сол үшін біздер users views деген жерге барамыз. Осы жерде алдыңғы сабақта profile viewset жазған болатынбыз. Енді осы жерге жаңа action жасайтын боламыз. Мысалы dev avatar self request pk. Так, мына жерде біздер ауыстан мысалын қарап алсақ болады. Осыған ұқсас етіп жасайтын боламыз. Action және detail'ды біздер true дейміз. Method post. Яғни біз пост арқылы адамның профиліндегі суретті қосамыз, немесе өзгертеміз. Енді осы жерге оның логикасын жазу керек болады. Біздер әзірге pass деп қоя тұрайық. Енді postmanға өтеміз. Postmanға мына жерге жаңа API жасаймыз. Мысалы new http post методын пайдаланамыз. Profiles мысалы 6/avatar деген жол арқылы бізде жаңа аватарды қосу өтетін болады. Update add or update avatar. Осы жерге сақтайтын боламыз. Неке оны create'тан кейін орналастырайық. Енді оның біздегі енді маңызды көңіл аударатын жер, біздерде барлық пост запростардың ішінде JSON-ды пайдаландық. Себебі бізде мына header деген жер бар. Осы header'да content type деген нәрсе болу керек. Осы content type application JSON-ды білдіріп тұр. Біз JSON арқылы сұрауларымыз жасап жатырмыз. Негізінен егер файлдармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, біздерге JSON емес form data дегенді таңдау керек болады. Form data және мына жерде avatar деген кілтін бересіздер, және текст орнына файлды таңдайсыздар да, мына жерде select file таңдаймыз. New файлды басқаннан кейін міне файлды каталогқа барып, мысалы мына ягуардың суретін таңдайтын болам. Және send'ті басқан кезде осы 6-шы профилдегі адамның сурет өзгеру керек. Бірақ алдымен біздер былай жасайық, авторизациядан өтейік. iDOS болып кірдік. iDOS болып профиль қосып көрейік. Профилі бар деп тұр. Retrieve profiles дейміз. Мінекей, яғни 6-шы ID-де бізде осы iDOS-ның профилі, мына жерде аватары 0 деп тұр. Енді аватарын қосып өзгерту үшін профайл 6 аватар және авторизацияға bearer token, access token дейміз. Так, бұл жерде біттік. Енді мына жерде осының логикасын жазу керекпіз. Аватарды өзгерткен кезде не болады, соны жазу керек. Міне профайлды аламыз алдымен, get object деп. Содан кейін сериализатор арқылы аватар profile serializer дегенді жасау керек. Біздер бұлай жасаймыз. Serializers дегенге барып, осы класстың жасап шығайық.
Бұл яғни тек аватарға арналған сериализатор. Бұл жерде біз fields'та тек аватарды көрсетсек болады. Сол кезде біздер бұл профильдің басқа жолдарына ешқалай әсер етпейтін боламыз. Енді request dataға request data дейміз. Context is valid тексереміз. Енді серверіміз тексерейік. Және постманға барып запросты жібереміз. Міне 200 қайтты, 200-ші жауап. Енді біздер мына жерге барамыз. Media деген жаңа файл ашылды. Ішінде аватарс және Jaguar деген сурет түсті. Ол үшін біздер modelsқа барып көрсек болады. Міне бұл жерде яғни upload to деген жер тұр. Бізде аватарс деген папкаға түседі деген сөз. Media аватарс. Енді бізге URL қайтты. Осының үстін басатын болсақ, міне біздерде осы жол арқылы біздің суретіміз ашылып тұр. Немесе бұлай get profile деп, retrieve profile деп көрсек болады. Енді бұл суретті өзгерткіміз келсе, мына жерге қайтадан барамыз. Файлдың орнына басқа файл таңдаймыз. Мысалы міне doc деген басқа иттің суретін жазып қойдым. Запросымызды жібереміз. Енді retrieve жасаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай өзгерді. Үстін басып ашсақ, енді аватарда бізде иттің суреті шығып тұратын болады. Яғни біз бүгінгі сабақта медиа файлдармен жұмыс жасауды үйрендік. Мына жерде контекстті бермесек те болады. Кодымызды оптимизация жасап жіберейік. Объектті аламыз, аватар сериализаторға қоямыз. Және осылай тексеріп жасаймыз. Енді біздер тағы осы файл атымен тағы бір жаңа иттің суретін қосатын болсақ, онда міне көріп тұрғандарыңыздай бір doc деген сөзден кейін қандай да бір хэштар пайда болып жатыр. Бұл хэштар, яғни сурет аты қайталанған кезде қойылады. Бірақ файлымыз сақталды, бірақ бұл басқа файл болып есептеледі. Оны міне мына жерден көрсеңіздер болады. Мен бірнешесін қосып қойдым. Енді осы кодымызға коммит жасайық. Айтарлықтай нәрсе, мына медиа деген жерді біздер локалды бағдарламалауға пайдаланамыз. Ал егер сіздерде production болса, AWS-ның S3 немесе тағы басқа Google-дің сторидждерін пайдалансаңыздар болады. Негізінде сонда үлкен файлдарды солай сақтайды. Мұнаны біздер getignore-дан алып тастау керекпіз. Media. Міне бізде енді media деген файлды git қарамайды. Біздер getignore-ға қосайық. Settings-ті қосамыз. URLs-та біздер статиканы осылай шығарып жатырмыз. Енді сериализатордың ішінде аватар profile serializer және views-ның ішінде мынандай аватарға арналған, өзгертуге арналған жаңа API аштық. Осыны қосамыз. Add media file config және осындай API жасадық. Profile деп қосылайық, аватар API. Кодымызды коммит жасаймыз. Бүгінгі сабақ осымен тамам. Сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.